Сәлем достар, бүгін біз қаттама нан жасаймыз. Қытырлап тұратын, өте қатпарлы, өте сәтті рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші суға тұзымызды ергенше араластырып аламыз жақсылап. Онға осындай шұңқыр жасаймыз да, жұмыртқаны және суды құйып қамыр илейміз. Осы рецептпен жасасаңыздар мөлшермен өте жақсы шығады қамыр. Міне осындай қамыр шығуы керек. Салафанға салып тындырып қоямыз. Арасында осылай басып тұру керек, илеп. Екі бөлікке бөлеміз жаюға ыңғайлы болу үшін. Осындай күлше жасап, қайтадан салафанға салып тындырамыз. Сол арада пиязымызды дайындап аламыз. Басын алып тастаймыз да, майдалап тураймыз көк пиязды. Қамырымыз тынды, енді жаямыз, жұқалап жаю керек. Жайылған қамырға осындай ерітілген майды жағамыз. Үстіне көк пияз сеуіп, екінші қамырды жайып, үстіне осылай жайғастырамыз. Майды жағамыз. Енді осындай бөліктерге бөлеміз қамырымызды. Осылай орап, бір-біріне менде 4 осындай қаттама шықты. Егер табаларыңыз кішкентай болса, 5 шығарсаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша көлемін өздеріңіз жасайсыздар. Табамызды қыздырып, үстіне азғантай ғана май қосып, жаңағы қаттама нанымызды жаймалап аламыз, жұқалап, қызып тұрған табаға саламыз. Қызарғанша пісіреміз да, екінші бетіне аунатып, астын басып, қақпағын жауып, тағы да асты қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қаттама нанымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.